Қайырлы күн. Қазір сіздерге Pixart приложениясында нөлден шақыру билет жасап көрсетемін. Ол үшін Pixartқа кіріп пустой деген шаблон таңдайсыздар да, инструменты и обрезать деп мына жақтан stories форматын таңдап аламыз, яғни кесіп аламыз черный фонды. Потом бұл жерде бір жақсы Pixartта PNG3 деген сияқты сайттардан бөлек-бөлек рамкаларды, бөлек-бөлек бабочкалар, обручальное кольцо дегендердің барлығын көшіріп алып жатпайсыздар. Өзі осы стикері деген жерде дайын бар. Поиске орнамент золото деп жазып көрейік. И содан кейінгі шыққан элементтерді қарасаңыздар өте көптеген түрлері бар. Сапасы мүмкін төмен деп болады, жоғарысы да болады, өздеріңіз қарайсыздар. Енді сапасы төменге жоламайсыздар, бірақ жақсысы жеткілікті бұның ішінде, Pixart'тың өзінің ішінде. Ұнатқан элементтің үстін басамыз, сол кезде ол бізге қойылады. Мінекей астындағы үлкейтетінді басып, размерін үлкейтіп, осылай ортаға кеп қойып алсақ болады. Одан кейін жоғары жақта layers деген бар, яғни слой. Готованың астында тұр, соны бассаңыздар, background соның астындағы фонды белгілеп аламыз, жерден түстерін қойсаңыздар болады. Қызыл, көк деген сияқты көріп тұрсыздар, палитраны. Соның біреуінің үстін бассаңыздар, артқы фон сондайға бойылады. Немесе фоны деген жерде дайын фондар бар. Енді ол пастерін көбінесе шақыру билеттерге келе бермейді. Фото дегенді алып өздеріңіз галереядан фото алып келсеңіздер болады. Артқа қоятын фондардан. Немесе өзі Pixart'тың да ішінде дайын фотолар бар. Фото дегеннің үстін басасыздар астындағы. Сол кезде Pixart'тың өзінің галереясына түсесіздер. Мінекей, өте көп тоже выборлар бар. Сторизге жақсы болады, негізінде бұлар. Мен осы бір мрамор сияқты таңдай салдым сіздерге. Егерде өздеріңізде картинка болса, фото болса, соларды қойсаңыздар болады. Мрамор таңдайды. И готово дегенді басамыз. Сол кезде осы фонымыз қойылады. Готово. Енді бұл жерге біз текстімізді жазамыз. Астындағы текст деген батырманы басып, сіздер жаңағы мерейтойға шақыру, 50 жас, 60 жас дегендей тексттарыңызды жазсаңыздар болады. Тойға шақыру дегендей. Наяқта смотреть все деген бар, мои шрифты деген жерде мен енгізген шрифттар бұл жерде. Яғни сіздер, если каналға жазылсаңыздар, бұл шрифттарды менен тегін ала аласыздар. Осылай, сосын Pixartқа оңай қоя аласыздар. Үстісін, шрифтін барлығын өзгертіп аласыздар. Одан кейін Pixart'тың бір керемет жері, бұл жерде бір волшебная палочка сияқты нәрсесі бар. Ол деген готово деген кнопканы басасыздар. Одан кейінгі ең алғашқы бетке барып, ең алғашқы инструменттердің арасынан барып, сіздер солға қаратай жылжытқан кезде, мінекей кисты деген бар. Вот кисты дегенді басасыздар. Қарасаңыздар өте выбір көп. Жылтырақтар, жапырақтар, Хэллоуин неоновый, вывескалар радужный. 3D цветочектардың барлығы бар. Жылтырақтар, жемчугта бар. Осыларды сіздер шашу сияқты қойып, немесе бір белгілі бір элементтің үстіне қойсаңыздар болады. Мысалы, размерін үлкейтіп алып, прозрачнысын азайтып немесе көбейтіп, сіздер осылай экран жүргізсеңіздер, мінекей аяқтың бәрі жылтырап шыға келді. Уже басқаша болды дегендей. Дәл осылай сіздер сақтап алсаңыздар болады. Сіздердің шақыру билеттің титулкасы дайын. Енді тексті сразу бұл жақта жазбай, дәл осылай без текста сохранить етіп алып, сіздер капкатта жазуын жазсаңыздар болады. Потом уже келесі бетін жазамыз. Ол жақта тоже сохранить как черновик деген жаңағындай да деп алып, сіздер мына жердегі layers'тан қайтадан керек емес элементтерді өшіріп тастап, аяқта көздің үстін бассаңыздар, ол көрінбей қалады. Мешать етіп жатса, замокты басып, қазір X деп өшіріп тастайық. Замокты басып қойсаңыздар, оны ешқандай ары бері қозғалып кетпейтін болады. Керекті слоймен сіз өзіңіз жұмыс жасай бересіз. Мінекей мен жылтырменен артқы фонды қалдырдым. Готово деген кнопканы басамын. Енді мына жақтан қайтадан стикері дегенге барып,
біз рамка деп іздеп көрейік. Орнамент золото дегенді өшіріп тастап, енді бұл жақта рамкалар жоқ екен, қарап жатырмын. Мына бір рамка тоже келіңкіремейді. Үстін басып көрдік, мінекей. Тартқан кезде размері ештеңесі келмей қалды. Осылай ғана қойған өте жараспайды екен. Потом орнамент золото дегенді өшіріп тастап, рамка деп жазамыз. Ағылшынша іздесеңіздер де болады. Мынандай көптеген рамкалар шықты, мінекей. Бесплатный да бар, платный да бар. Сол өзіңізге ұнаған, мінекей, мына біреу ұнап тұр, осыны алып келіп, айналдырып, екі жағынан тартып тұрып, осылай размерін келтіріп аламыз. Дәл осылай сақтап алсаңыздар болады, немесе сразу текстін жазып алсаңыздар болады. Осылай сақтап алып, CapCut'та анимация беріп текстқа CapCut'та жазсаңыздар болады. Мына жақта мен текстін жазып көрсетейін. Қазір ыңғайластырып алып келіп қоямыз, мінекей. Мына жерде мен сіздерге көрсетейін деп тұрамын. Тағы да мынау кисты дегенге барып, соңына қаратай тартсаңыздар, мынандай радужный не бар. Вот. Гүлдер, вы можете өздеріңіз рисовать етуге шаушақта. Мынандай жемчуг бар, тоже үлкен, мысалға 60 жас, 70-80 жас дегендерге жемчугтар күшті кетеді. Мынандай свадебный нелерге даже лепестоктар күшті. Өздеріңіз мынау жемчугтар, мінекей. Кәдімгідей өздеріңіз с нуля жасай аласыздар да, күшті бір жақсы PicsArt'та. Потом мына жақта мен Айгерімнің 50 жас дегенін выделять еткім келіп тұр. Осылайда сақтасаңыздар болады. И оны қазір көрсете кетейін. Соңғы кистпен сызсаңыздар, осылай әртүрлі түске боялады. Ары қаратай тартып, әріптердің астына алып келеміз, жазудың астына. Мысалы, мына жерде маған мешать етіп жатыр, оны замокты басамыз да, қозғалмайтындай етіп қоямыз, чтоб подложкамен жұмыс жасау үшін. Рамканда замокты басып қоямыз, сол кезде бұлар қозғалып кетпейді. И сосын мына жақтағы мынау немізбен жұмыс жасаймыз. Менде замок басылып қалыпты, ол тоже үстін бір рет басып, мына тұрған замочектің үстін бір рет бассаңыз ашылады. И сөйтіп орналастырып алып келіп қоямыз. Дұрыстап, и буынсыз да сақтасаңыздар болады, айтқанымдай. Енді осылардың барлығын сіздер жазуларын жазып алып, немесе жазбай, макеттарын жасап алып, CapCut'та барлығын салсаңыздар болады, біріктіріп. Қазір онда көрсете кетейін. Новый проект, CapCut'қа барып, новый проектке плюс басамыз. Фото деген жерден мінекей. Алғашқы жаңа жасап алған 2 фотомыз. Ортадағы сызықшаны басып, арқылы сіздер CapCut деген қазір өшіріп тастайық, удалить етеміз. Ортадағы сызыққа сіздер перелистывание деген бар ғой, слайд сияқты, кітап сияқты ашылатын. Вот соны қойып, сіздер кітап сияқты ашылып атқан түрінде жазсаңыздар болады, немесе осы жақтан қайтадан текстін қойсаңыздар болады. Енді айтпағым сіздерге бұл рамканы қайдан алам, мынандай оюды қайдан алам деп жатпай, сразу барлығын PicsArt'та жасау арқылы дайындай аласыздар. Пайдалы болды деген үміттемін видеом. Соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.